халықтың ұйқысына оятатын 20-дан астам радио толқындарымыз жұмыс жасайды. Алайда олардың қандай студияда отыратын, қандай құрал техниканы қолданатыны бізге белгісіз. Бірақ бүгін біз олардың барлығымен бірге танысамыз. Жағымды үн, әсерлі дауыс және нақтылық. Осы қасиеттер радио мамандарына тән. Баспа және өзге де бұқар ақпарат құралдарына қарағанда, таспа толқындарында дауыс пен әуеннің әсемді ойнауы басты талап. Ал тыңдармандардың талғамына ән ұсынатын да, әуенді көркемдейтін де дыбыс режиссері. Біздің жұмысымыз студиядағы аппараттарды басқару, жазу құралдарын қосып, өшіріп, қадағалап, радионың эфиріне өтетін сұхбаттарды жазып алу, студияда жазып алғанда журналистер мен қонақтарды кіргізіп, аппаратты қадағалап отырып, таспаны жазу. Жаңалықтарды ең жылдам тарататын да, мән мағынаға толы ақпарат беретін де радио емес пе? Көпшілік әуе толқындарында тарататын студия орындарын қара түнекпен теңестіреді. Себебі қоғам радионы көзбен емес, фантазияға ерік бере отырып, құлақпен ғана естиді. Бұл Шалқар радиосының тікелей эфирлік студиясы. Мұнда тікелей сұхбаттар осында жүреді. Бізде 4 микрофон және тікелей эфирдің мониторы. Мұнда бүкіл тікелей эфирдегі өтетін хабарлар, роликтер уақыт-уақытымен көрсетілген. Мынау Шалқардың дизайнын өздеріңіз көріп отырған боларсыздар. Ұлттық нақышта Шалқар ұлттық арнасының табиғатын білдіріп тұр. Бұл дизайнды, яғни белгілі этно дизайнер, қолөнер шебері Хазифа брендін қалыптастырған Хазифа Мұхамедқалиқызы осыны өзінің қолымен әсемдеген болатын. Қанша тыңдаушыға хабар таратып жатырмыз. Бұл видеода түсірілген. Біздің тікелей эфирдегі сұхбаттарымыз осы видеоға түсіріліп, Facebook әлеуметтік желіде тікелей көрсетіледі және YouTube каналына түсіп отырады әр бағдарлама. Сондай-ақ бізде шағын ұялы телефонында да Инстаграмға қосылған. Онда әртүрлі біздің Инстаграмдағы достарымыз тыңдап өздерінің хаттарын, сұрақтарын жолдап отырады. Отандық радио толқындарымыз өз аудиториясын таңғалдырумен қатар медиа саласында да жаңашылдығымен бағындырып, өз үлесін қосып жатыр екен. Гүлзада Абылқайыр, Аружан Серік, арнайы Еуразия ұлттық университеті үшін.